Ассалаумалейкум, құрметті достар. Біз бірінші тур ойындарын көруді жалғастырамыз. Ақтөбе командасы бір күн демалды суперкубок өткеннен кейін. Және де қазір Сергей Трюковтың командасы Буревестникке қарсы ойнап жатыр. Ертең өте қиын ойын болады. Ол әрине Атырауға қарсы. Ендеше бұл ойындар қалай аяқталады, қандай есеппен аяқталады, қандай қызықтар бар, осы блогты көріп, бүкіл сұрақтарға жауаптарды ала аласыздар. 5, 4, 3, 2, 1. Ақтөбе командасының негізгі құрамы Асылхан Ізбергенұлы және Антон Кузнецов. Бүгін Дамир Акимов пен Кирилл Костеленко ауырып қалыпты. Дене қысымы көтеріліп, бұл екі волейболшы бүгін ойынға келмеді. Надирхан Қадырханов, Айбат Неталин, Никита Шалев, Роман Хандролин және де міне бүгін Либераға да мүмкіндік беріп отыр. Ерікжан Бөкен шыға ма, шықпай ма белгісіз. Бердер Данияров бүгін негізгі құрамда. Игорь Никольченко командасының негізгі құрамы әдеттегідей, бұны көз жауып тұрып айтуға болады. Сергей Кузнецов, Сергей Рязанов, Клим Рюхов, Қайрат Байбеков, Иван Пиньков және де Нұрдос Алдаш. Кирилл Гурин бұл ойынға қатыспайды, өйткені ол жарақат алып қалды. Құрметті көрермендер, осылайша Ақтөбе командасы Буревестникті 3-0 есебімен ұтты. Бүгін алғашқы минуттан шыққан Асылхан Ізбергенұлы мен жанында. Асылхан, ойын қалай өтті, жалпы не дейсің? Ойынға өте ризамын. 3-0 есебімен Буревестник Алматы командасын жеңдік. Сол тренерге рахметін айтамын. Сенімді білдіріп, ойынға алғашқы минуттан ұстап шығарғанына. Жалпы осы жылы өзіне қойған мақсаттарың қандай? Енді түсінікті ғой, биыл сен
қосалқы құрамда ойнады деп айтуға болады. Енді биыл қандай мақсат өзіне қойды? Иә, негізінен бізге қойған задача сол чемпиондық болды. Сол бұйырып, сол 2 кубокты алдым. Енді бұйырса лиганы ұтуымыз керек. Содан кейін барып, сол алған легионерлерден, Айбат ағамыздан, өзімнің позициямда легионер бар, Костеленко. Сол кісілерден үлгі алған. Тренировкада солармен бірге солардың істеген жасап, қателіктер болса оларды маған айтып, қателікпен жұмыс жасаймын. Жақсы, Айбат, маусым мақсаты. Главный тренер национальной сборной Виктор Козик. Виктор, скажите, пожалуйста, будет ли этот человек участвовать на челленджере в июне? Вот для него нужно запомнить одну вещь, что этот игрок должен больше всего уделять внимание приему подачи. Остальное у него все есть. А с этим мы ему поможем. Мы постараемся ему быть полезным в этой работе. Вот такой вот вам удачи. Горячий инсайт. А вам удачи на своей игре. Спасибо. Роман Хандролин. Рома, привет. Добрый. Ответьте на наши вопросы. Мы хотим узнать, кто, по твоему мнению, лучший связующий из нашего списка. Я тебе буду задавать, ты просто говори, тот или тот. Нужно отвечать да или нет? Нет, просто фамилию. Да. Кузнецов или Ковальчук? Ковальчук. Ковальчук или Нурмухаметов? Ковальчук. Ковальчук или Кристенсен? Кристенсен. Кристенсен или Дачеко? Кристенсен. Кристенсен либо Бимурза? Бимурза. Бимурза или Бруно? Бимурза. Бимурза или Хандролин? Бимурза. Ну вот, по мнению Романа Хандролина, лучший связующий это Нурсултан Бимурза. Бимурза это и есть Кристенсен. Дәл осы ойыннан кейін Ақтөбе командасы бірінші тур аясында соңғы ойын өткізеді. Дәл менің жанымда қазір команданың бас бапкері Сергей Михайлович Стрекоз. Сергей Михайлович, до матча какие у вас, не знаю, там, прогнозы, что в команде нового, кто будет играть, кто недоступен? Ну, к сожалению, вирус заболели Костеленко и Акимов. Уже второй день, как бы сказать. Ничего такого глобального, но температура есть, и рисковать их здоровьем не очень хочется. Прогноз один, установка на игру, победа, только на победу играем, ничего иначе. Как вам вообще первый тур? Здесь и, так скажем, ну не обидное, да, прогнозируемое поражение от команды Жетысу. Вы играли резервным составом, выиграли Суперкубок Казахстана. Довольны ли вы первым туром, если учитывать, что сегодня где-то не получится против хозяев? Сергей Кузнецов. Почему должно не получиться против хозяев? Ну, допустим, если не получится. Значит, вернемся к этому разговору позже. Уверен, что получится. В любом случае, команда настроена. Играем только на победу. Все, удачи вам. Спасибо. Тур получился очень хороший. Выиграли Суперкубок, завоевали пятерку на чемпионат Азии, это самое главное. Құрметті достар, бірінші турдың ең соңғы ойыны Атырау өз алаңында Ақтөбе командасын қабылдайды. Ақтөбе қазір 3-ші орында, егер бұл ойында ұтса, Сергей Михайлович Стрекоздың командасы бірінші турды 2-ші орында аяқтайды. Атырауға жеңіс міндетті түрде керек, ол өйткені олар өз алаңында тек бір-ақ рет жеңіске жетті. Ал Ақтөбе командасы бүгін сол баяғы Дамир Акимов және Кирилл Костеленко өнер көрсетеді. Жаке, не кроссовка, не деген әдемі розовый кроссовка. Ол деген Nike. Гиперайс па, қандай? Гиперайс 3 ба да? Гиперайс 3. Қай жерден алдың оны? Мен оны Луки Спорт маркеттен заказ берген. Осы жазда Америкадан келді. Қанша шықты? Бүкіл келуімен бәрі деген. 80 мың еуро. 80 теңге? Гранат ағамызда заказ бердік. Өте сапалы, өте жақсы, ыңғайлы.
өзіме ұнаған кроссовктердің бірі ғой осы. Құрметті достар, әзірше бұл ойында еш қызық жоқ. Өйткені Ақтөбе командасы әрбір партияда сенімді түрде жеңіске жетуде. Қазір міне екінші партияның аяғы есеп 22 алды. Құрметті достар, Атырау командасында сет пойнт есеп 18-24. Осылайша үшінші партия өте қызық өтуде. Және біз төртінші партияны көруіміз ықтимал жоқ. Әзірше емес, Надирхан Қадырхановтың керемет тосқаулы және де Жан Мақсұтхан тағы да допты ойынға қосады. Төртінші партия болатыны анық. Командасы камбэк жасау үстінде. Қазірше есеп төртінші партияда 12-7. Атырау командасы ұтуда. Тағы да 5 партия көреміз бе? Жайық, Тарас. Енді Атырау, Ақтөбеге қиын болады. Төртінші партия өте қызықты өтуде. Әзірше есеп 16-18. Атырау командасы алдыда, бірақ Ақтөбе осы партияның соңында әлі өзінің көрсетер деген ойда. Есеп 2-2. Құрметті көрермендер, біз сіздермен бірге 5-ші партияны көретін боламыз. Ақтөбе жалпы осы бірінші турда мен айтқандай 3-ші рет 5-ші партия ойнайды. Ареке, устали 5 партий? Устали. Не то, что 5 партий, а сегодня последний день игровой. Удачи вам! Спасибо.